Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен бірге тригонометриялық теңдестіктерді шешуді қарастырайық. Бірінші қарастырайық. Синус x артық адан. Значит, берілген теңдестікті шешу үшін бізге синус пен косинусты бірлік шеңбердің бойында шешкен тиімді. Бірлік шеңбер жазамыз, яғни бірлік шеңбер дегеніміз радиусы бірге тең шеңбер. Бірлік шеңберді сыздық. Так, синус сызығы ол y өсіне сәйкес келеді. Значит, y-тен a деген түсуді жүргіземіз. Y-тен a деген түсу берілген шеңберді екі нүктеде қиып өтеді. Енді қараңыз. A-дан артық. Мынау a деген түсу ғой. A-дан артық ол бізде мына жоғарысында орналасады. Мысалы, a 0,5-ке тең болса, мысалы, 0,5-тен үлкен бөлік деген ол жоғарыда орналасады ғой. Сонда ол бізде мына доғаға сәйкес келейін деп тұр. Мына доғаға сәйкес келеді. Значит, біз жазған кезде бағытты теріс оң бағытпен жазамыз, оң бағыт дегеніміз сағат тіліне қарсы бағытпен. Яғни мына нүктеңіз бізде арк синус a-ны береді. Ал мына нүкте дегеніміз бізде мына пиға тең болса, значит, пи азайтылған арк синус a-ны береді. Яғни бірінші нүктеңіз мысалы 30 градус болса да, арк синус a мысалы 30 градус болса, келесі нүктеңіз 150 градус деген сөз. Значит, жазамыз арк синус a-дан арк синус a плюс синустың периодын қосамыз, 2πn. Осыдан x-тіңіз пи минус арк синус a-ға дейін. Арк синус a плюс 2πn-ға дейін. N тиісті z-ге. Z деген бүтін сан деген сөз. Мысалы 2 синус x артық немесе тең түбір асты 2 дейік. Значит, бірінші міне қарапайым түрге келтіріп аламыз. Демек, синус x артық немесе тең түбір асты 2 бөлінген 2 деген сөз. Себебі 2 синус болса, значит, 2-ден 1-ге көбейтіп жібереміз. Арқата бірлік шеңберді сызамыз. Так, менің шеңберім әдемі емес. Оған ренжімеңдер. Бірлік шеңбер радиусы 1-ден аспайды. Мына жерде y-де 1 деген бар. 2-ден түбір асты 2. Но приблизительно sayғы 2-ден түбір асты 2. Мына жерде нүкте. Артық, значит, артық бөлігі міне түзудің жоғарғы бөлігіндегі доғаға сәйкес келеді. Демек, бірінші нүктеңіз бізде арк синус 2-ден түбір асты 2 деген сөз. А-ны орнында 2-ден түбір асты 2 тұр. А мына нүктеңіз ол пи минус арк синус 2-ден түбір асты 2 деген сөз. Демек, жазамыз. Так, мына қарайсыз. Арк синус 2-ден түбір асты 2 плюс 2πn-нан теңсіздік қатан емес. Сақтаймыз теңсіздікті x. Так, пи минус арк синус 2-ден түбір асты 2-ге дейін, плюс 2πn-ға тең. N тиісті z-ге. Арғата есептейміз. Арк синус 2-ден түбір асты 2. Ол бізде пи бөлінген 4-ті береді. Яғни синус қай градуста 2-ден түбір асты 2 деген сөз. Ол бізде пи бөлінген 4-ті. Плюс 2πn x пи-дан азайтан пи бөлінген 4-ті. 3π бөлінген 4. Плюс 2πn. N тиісті z-ге. Бітті. Қалған басқа жағдайларда да есеп осылай шығады. Синус x артық немесе 2-ден түбір асты 3, синус x артық немесе 0 деген сияқты бәрінде де осындай жолмен шығады. Мысалы, синус x артық немесе минус 2-ден түбір асты 2 десе де осындай жолмен шығады. Так, енді екінші жағдай. Синус x кіші адам болса. Синус x кіші адам. Так. Синус x кіші адам. Жаңағыдай бірлік шеңбер сызамыз. Так. Y-тен a деген түзуді белгілейміз.
Адан кіші деген, мына, мысалы, А деген жерде 2-ден 1 болса, 2-ден 1-ден кіші бөлік мына жақта орналасады ғой, иә? Y бойынша. Демек, ол мына доғаға сәйкес келеді. Бізде мына 2 нүктеде қиып өтті тағы да. Мына доғаға сәйкес келеді. Демек, біз жазғанда айттық, сағат тіліне қарсы бағытта жазамыз. Яғни, былай қарай жазып қойға болмайды, иә? 10 бағытпен жазамыз. 10 бағыт деген сағат тіліне қарсы бағыт. Тағы да ескертемін. Демек, біз мына нүктеден бастап, мына нүктеден аяқтауымыз керек. Біз мына нүктені білеміз, арксинус А-ға тең екен. Демек, мына нүктеңіз ол пи минус арксинус А бола алмайды, иә? Себебі мына нүктеңіз, мысалы, мына бұрышыңыз 30 градусқа сәйкес келсе, мына 150-ден 30-ға дейін деп жаза алмаймыз, да? Демек, мына нүктеңіз, ол бізде мына пи ғой. Пидан былай жоғарыға қарай кетіп жатыр, иә? Значит, минус пимен қабылдаймыз. Минус пи минус арксинус А-дан арксинус А-ға дейін деп қабылдаймыз. Жазамыз. Минус пи минус арксинус А-дан плюс период қосамыз. X-іміз арксинус А-ға дейін. Арксинус А плюс период қосамыз. N тиісті Z-ге. Так, оған қандай мысал келтірейік? Мысалы, дәл жаңағыдай мысал алсайын. Так, синус X кіші 2-ден 1 болсын. Бірлік шеңберді ұстамыз. Так, мысалы, минус 2-ден 1 дейін, минус 2-ден 1 болсын. Минус 2-ден 1 деген нүкте мұн жаққа келеді. Демек, бізге кіші дегесі мына бөлікті. Значит, бізде мына бөлігіміз, бізде білеміз, арксинус минус 2-ден 1-ге тең. А мына нүктеңіз, ол бізде минус пи минус арксинус минус 2-ден 1-ге тең. Демек, жазған кезде міне минус пидан бастап жазамыз, иә? Минус пи минус арксинус минус 2-ден 1-ден период қосамыз. X-іңіз арксинус минус 2-ден 1-ге дейін, плюс период қосамыз. Арғарата, арксинус деген тақ функция, яғни минус 2-ден 1-ден минусы ортаға шығып кетеді, орта плюс болып кетеді. Значит, минус пи плюс арксинус 2-ден 1 деген пи бөлінген 6-ға тең. Плюс период 2πn. X минус пи бөлінген 6 плюс 2πn. N тиісті Z-ге. Минус пиға пи бөлінген 6-ны қоссақ, минус 5π бөлінген 6. Плюс 2πn-ді X-іңіз минус пи бөлінген 6 плюс 2πn. N тиісті Z-ге. Болды, осылай шықты. Енді қалған жағдайларда да осылай шығады, барлық жағдайларда да қарапайым түрге келтіреміз. Енді косинусты қарайық. Косинус X артық А-дан. Бірлік шеңбер сызамыз. Косинус деген X сызығына сәйкес келеді. X-тен А деген түзу тұзамыз. Міне А деген түзу тұзған кезде міне шеңберді 2 нүктеде қиып өтті. Артық дейді. Мына А-дан артық бөлігі мына жақ, иә? Себебі мына, мысалы, X-тен 2-ден 1 болса, 2-ден 1-ден артық бөлігі мына 10 жаққа қарай орналасады ғой. Дәл солай. Значит, біз жазған кезде міне былай жазуымыз керек, иә? Мынадан мынаған дейін деп жазуымыз керек. Мына нүктеңіз бізде арк косинус А-ға тең. Ал косинус ж функция болғандықтан мына нүктеңіз минус арк косинус А-ға тең. Демек, жазғанда минус арк косинус А плюс 2πn-нан X-іңіз арк косинус А плюс 2πn-ға дейін деп жазамыз. N тиісті Z-ге. Мысалы, косинус X артық, мысалы, 2-ден түбір асты 2 болсын. Бірлік шеңбер сызамыз.
Минус 2-ден түбір асты 2 деген мына жақта орналасады. Демек, бізде осыдан артық, значит, былай қарай кетеміз, иә? X, Y. Демек, бірінші нүктеңіз ол бізде арк косинус минус 2-ден түбір асты 2-ні береді. Ал бірінші нүктеміз ол бізде арк косинус, де минус бар, иә? Арк косинус минус 2-ден түбір асты 2. Значит, жазғанда міне минус арк косинустан минус арк косинус минус 2-ден түбір асты 2-ден x-іңіз арк косинус минус 2-ден түбір асты 2-ге дейін плюс период. Енді қараңыздар, арк косинус жұпта емес, тақта емес, иә? Бізде тригонометриялық функцияда, кері тригонометриялық функцияда арк косинус пен арк тангенс, жұпта емес, тақта емес функция, арк котангенс деген. Сонда арк косинус болған кезде, арк котангенс болған кезде минусты қалай есептейміз? Ана арк косинус минус x ол бізде пи азайтылған арк косинус x-қа тең. Значит, арк косинус минус 2-ден түбір асты 2, жазып арк косинус минус 2-ден түбір асты 2 дегеніміз ол пи азайтылған арк косинус 2-ден түбір асты 2-ге тең. Сонда пи азайтылған арк косинус 2-ден түбір асты 2 деген ол пи бөлінген 4. Значит, пи-ден пи бөлінген 4-ті азайтам, 3пи бөлінген 4 деген сөз. Демек, минус 3пи бөлінген 4 плюс 2пи n-нан x-іңіз 3пи бөлінген 4 плюс 2пи n-ға дейін. N тиісті z-ге. Так. Ең төртінші жағдайын қарастырып жіберейік. Косинус x кіші адам болса. Так. Бірлік шеңбер. Кіші адам. Міне А деген түзу. Содан кіші бөлігін тауып аламыз, е? Кіші бөлігі деген мына жақ. Демек, біз жазғанда міне былай жазамыз дедік та. Онда біз арк косинустан минус арк косинусқа дейін деп жаза алмаймыз, е? Минус 45-тен минус 45-ке дейін деп жаза алмаймыз. Себебі біз білеміз, теңсіздік всегда біз бағытты өсу бағытымен жазамыз, е? Демек, міне бірінші нүктені білеміз, арк косинус А-ға тең екенін. Ал мына нүкте, біз мына бойды білеміз, 2пи-ға тең екенін. Значит, 2пи-дан азайтып тастаймыз арк косинус А-ны. Демек, жазамыз арк косинус А плюс 2пи n-нан x-іңіз 2пи минус арк косинус А плюс 2пи n-ға дейін. N тиісті z-ге. Так. Бұған мынандай екі мысал қарастырайық. Так, бірлік шеңберін сыза берейін. Так, бірінші мысал мынандай болсын. Косинус x кіші, x-ның орнына t деген санды алайын. T-ны x деп қабылдандар. Кіші минус 1 бөлінген түбір асты 2. Ескереміз, 1 бөлінген түбір асты 2 деген, ол 2-ден түбір асты 2 деген сөз. Значит, x-тің бойынан бізде мына жақта орналасады екен ғой. Екі нүктені белгілейміз міне. Минус 1 бөлінген түбір асты 2 деген түзу, иә, x-тен. Так. Енді осыдан кіші. Демек, мына бағыт, кіші бағыттан. Демек, бірінші нүктеңіз ол бізде арк косинус минус түбір асты 2-ден 1-ден қосамын период 2пи-ін t. Мына нүктеңіз ол бізде 2пи минус арк косинус минус 2-ден түбір асты 2, иә? Мына бізде арк косинус минус 2-ден түбір асты 2. Мына иррационалдықтан құрып кеттік, 2пи минус арк косинус минус 2-ден түбір асты 2 плюс период 2пи n. N тиісті z-ге.
Артық косинус минус 2-ден түбірәсі 2. Жаңағыдай, пи азайтылған, пи бөлінген 4-ті. Значит, 3π бөлінген 4. 3π бөлінген 4 плюс 2 пи-нан т. Так, 2π-ден азайтам 3π бөлінген 4. Так, 3π бөлінген 4. Значит, 8-ден 3 алсам 5π бөлінген 4 па? 5π бөлінген 4 плюс 2π-нға дейін. N тиісті Z. Енді дәл осы есептің екінші вариантын қарастырайық. Мына жерде бізде t-нің орнында болсын косинус x плюс π бөлінген 6. Кіші минус 2-ден түбірәсі 2. Міне түбірәсі 2-ден 1 мен 2-ден түбірәсі 2-нің разницасы жоқ, Біреуінде біз бөлшектің бөліміне иррационалдықтан құтылып тұрмыз. Мына t-нің орнында x плюс π бөлінген 6 тұр. Біз міне t-мен шығарғанда бізде мынандай аралық шықты ғой. Сонда t-нің орнына x плюс π бөлінген 6-ны қоямыз. Сонда 3π бөлінген 4 плюс 2πn-нан t-нің орнында x плюс π бөлінген 6 тұр. x плюс π бөлінген 6. 5π бөлінген 4 плюс 2πn-ға дейін. N тиісті Z. Яғни біз екінші жағдай, ол бірінші жағдайдан шығып отыр, Мысалы, бірінші есептің A пункті, мына B пункті деген сөз. Арғата бізге x табу керек. Демек, бірінші 3x табамыз. 3x-ке π бөлінген 6 қосылып тұр. Значит, 3x табу үшін π бөлінген 6-ны теңдіктің екі жағынан да азайтып тастаймыз. Демек, 3π бөлінген 4 азайтам π бөлінген 6 қосам 2πn период. 3x π бөлінген 6 мен π бөлінген 6 0 болып кетті. 5π бөлінген 4 азайтамын π бөлінген 6. Қосылған 2πn. N тиісті Z-ге. Есептейміз. 3π бөлінген 4-тен π бөлінген 6-ны азайтамыз. Так, 12. Значит, 3-тен келеді, 2-ден келеді. 9. 7π бөлінген 12 плюс 2πn. 3x. Так, 12. 3-тен келеді, 2-ден келеді. 15. 11π бөлінген 12-да. Плюс 2πn. N тиісті Z-ге. 3x деп тұр, яғни x 3-ге көбейтіліп тұр. Значит, x-ті табу үшін біз 3-ге бөлеміз. Яғни 3-тен 1-ге көбейтеміз. Демек, 3-тен 1-ге көбейту үшін әрбір қосылғышты жеке-жеке 3-тен 1-ге көбейтіп шығамыз. Көбейтемін 3-тен 1, қосамын 2πn, көбейтемін 3-тен 1. 3x-ті 3-тен 1-ге көбейттім, x болып кетті. 11π бөлінген 12 көбейтемін 3-тен 1. Қосамын 2πn, көбейтем 3-тен 1. N тиісті Z-ге. Так, қысқаратын ештеңе жоқ. Демек, 7π бөлінген 12-ні 3-тен 1-ге көбейтсем, 7π бөлінген 36. Плюс 2πn-ді 3-тен 1-ге көбейтсем, 2πn бөлінген 3. X дәл солай 11π бөлінген 36 плюс 2πn бөлінген 3. N тиісті Z-ге. Болды, осылай шығарамыз. Қалған жағдайларда да, мысалы, синустарда да дәл солай шығарамыз. Мысалы, синус біз толқын жерде x-ті қарастырдық қой, Мысалы, x-ның орнында жаңағыдай 4x қосылған π бөлінген 6 деген сияқты да, или 3x азайтылған π бөлінген 12 деген сияқты. Сондай есептер болса да, дәл осы метод сақталады. Просто мына ортадағы x-ның орнында мына жердегі сан тұрады. Мына жердегі өрнек тұрады. Яғни міне. Бізде синус x кіші минус 2-ден 1 десе, значит, x тапқанда осылай шығардық қой. Только сол мына жердегі мына x-ның орнына мына жердегі x жазылады, мына жердегі. Мысалы, мына жерде бізде x плюс π бөлінген 6 деп тұрса, мысалы, Демек, мына жердегі x-ның орнына x плюс π бөлінген 6 деп жазасыз. Арқата x табу үшін π бөлінген 6-ны азайтып тастайсыз. Басқаша болса, дәл солай есептейсіз. Мысалы, есептер тригонометриялық формулаларды қолдану арқылы шығару керек болса, демек, ондай кезде де тригонометриялық формулаларды қолданасыз.
бәрібір есеп соңында қарапайым түрге келеді. Яғни косинус x артық адан деген сияқты, косинус x кіші адан деген сияқты сондай қарапайым түрлерге келеді. Арғата қарапайым түрге келгеннен кейін бар, осылай бірлік шеңбердің көмегімен шығарамыз. Графиктің көмегімен де шығаруға болады. Синустың графигін, косинустың графиктерін салып шығаруға да болады. Бірақ именно синус пен косинусты теңсіздік шешкен кезде бізге бірлік шеңбермен шығару тиімді. Ал тангенс пен котангенсті графикпен шығарған тиімді болады. Бүгінгі сабақ осы. Бүгінгі сабақта біз синус пен косинусты қарастырдық. Тригонометриялық теңсіздіктердің ішінде синус x пен косинус x-ті шығару жолдарын бірлік шеңбердің көмегімен қарастырдық. Әзірге осы. Егер сабақта ұнаса, достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.